Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз сөз таптары туралы білімдерімізді еске түсіре отырып, табиғаты ерекше, таңғажайып құбылыстары бар морфология еліне саяхатқа шығамыз. Кез келген саяхатқа бару үшін бізге білім, ынта, қызығушылық керек. Балалар, морфология әлемінің таңғажайыптарын бірге зерттейік. Морфология сөзі грек тілінен енгізілген. Бұл сөз таптарын зерттейтін ғылым. Балалар, осы ел туралы ертегіні тыңдаңыздар. Ертеде біз білмейтін бір елде сөздер өмір сүріпті. Ол морфология елі деп аталыпты. Дүниедегі сөз біткеннің бәрі сол елде бірге тату-тәтті тұрыпты. Күндердің күнінде сөздер бір нәрсеге келісе алмай, сен ұзынсың, мен көпшілмін, көп мағына беремін. Ал мен бірақ мағына беріп, оқшау жүргенді ұнатамын деп айтыса жөнеледі. Мұны естіп қалған сол елдің ханы сөздерді мағыналарына, сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай топ-топқа бөліп тастапты. Сөздерді ұқсас белгілеріне қарай 9 топқа бөліп, жеке-жеке ат қойыпты. Осылайша морфология елі 9 сөз табының ортақ еліне айналыпты. Балалар, біз бар болғаны 4 сөз табын: зат есім, етістік, сын есім, сан есімдерді білеміз. Артық сөзді тапсырмасын орындау барысында осы сөз таптары туралы ережелерді еске түсірейік. Зат есім, заттың, құбылыстың атын білдіреді. Кім, не деген сұрақтарына жауап береді. Не, жел, қауырсын, күн, кемпір қосақ, кім, омарташы. Артық сөз, суық. Етістік, заттың қимылын білдіретін сөз табы. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Күшейді, көмкерілді, ұшып кетті. Артық сөз, боран. Сын есім, заттың сынын білдіретін сөз табы. Сұрақтары: қандай, қай. Көкшіл, тәтті, үшкір, сулы. Артық сөз, шөл. Сан есім, заттың санын ретін білдіретін сөз табы. Сұрақтары: қанша, неше, нешінші. 7, 3, 11. Артық сөз, қос. Жарайсыңдар, дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ал қалған 5-еуі: есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөздер. Олармен біз келесі сабақтарда жақынырақ танысатын боламыз. Сөз таптары әртүрлі болады. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөздер. Әр қайсысының өзіндік белгілері бар. Соған сәйкес жазуда және сөйлеуде қолданылатын жалпы ережелері бар. Сондықтан бұл сөз таптарын, яғни сөз таптарын бір-бірінен ажырату үшін морфологиялық талдау жасау қажет. Морфологиялық талдау барысында қай сөз табы нені білдіреді, қандай сұраққа жауап береді, оның бастапқы формасы, сол сөз табына тән белгілерін анықтаймыз. Ендеше Қасым Аманжоловтың өлеңін оқып, осындай морфологиялық талдау
жасаймыз. Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан, күміс көл, ерке өзен алып қашқан. Құмартып келем саған бала жастан, дариға, жер бар мекен сенен асқан. Не тау зат есім, тау қандай барқыт сын есім. Не дала зат есім, дала қандай жасыл сын есім. Не аспан зат есім, аспан қандай зеңгір сын есім. Не көл зат есім, көл қандай күміс сын есім. Не өзен зат есім, өзен қандай ерке сын есім. Өзен не істеген алып қашқан күрделі етістік. Қалған жолдағы сөздерге осылайша талдау жасаңыздар. Тамаша, балалар, бұл тапсырманы сәтті орындадыңыздар. Табиғаттың қандай құбылыстарымен таныстық. Келесі тапсырманы дәптерде орындаймыз. Орфографиялық сөздікте берілген сөздердің дұрыс жазуын есте сақтаймыз. Морфология, қауырсын, кемпір қосақ, үшкір, зеңгір, өңір, бет. Жарайсыңдар. Тақырыпты бекіту үшін сендерге шығармашылық тапсырманы орындауды ұсынып отырмын. Керісінше жұмбақ. Сендер сөздерге сұрақтар жазыңдар. Мысалы, найзағай, аспанда пайда болатын көп еселі электр разрядты табиғат құбылысы. Осылайша жалғастыра аласыңдар деген ойдамын. Осымен біздің морфология еліне саяхатымыз аяқталып қалды. Сабақтан алған әсерлеріңді тиісті сурет таңдау арқылы беріңдер. Сау болыңыздар.